Сәлем канал көрермендері, қалдарыңыз жақсы ма? Соңғы жаңалықтардан кредит туралы естіген боларсыздар. Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заңды осы күзге дейін, яғни 1-2 айдың ішінде заң күшіне енуі мүмкін деген хабарламаны сарапшылар айтты. Яғни осыған байланысты Қазақстан халқының 30 немесе 40% осы жеке тұлғаның банкроттығы заңының арқасында кредит деген тығырықтан шығатын боласыздар. Сонымен кредитті кешіру үшін қандай органға жібереміз, соны түсінбеген адамдар көп екен. ЕГОВқа, как обычно, кіресіздер. Байқаған болсаңыздар, бұл жерде мен қолтаңбамен кірген жоқпын. Отпечатка дейді ғой. Мен код быстрого доступа деген 4 таңбалы санды қойған болатын. Сол арқылы кірдім. Көбісі осы код быстрого доступа дегенді түсінбедім деп жазған екен. Код быстрого доступа дегенді ол өзіңіз орнататын 4 таңбалы құпия код болып табылады. Мысалы, мен 1994 деген санын қойдым. Сол арқылы осы ЕГОВ приложениясына кіріп отырмын. Как обычно, өтініш деген батырмасын басқаннан кейін заявление деген батырмасын басасыздар. Заявление қазақша арыз деп келеді. Одан соң госорганда қазақша таппадым дегендер бар екен. Сондықтан ЕГОВтың тілін мен қазір қазақ тіліне қойдым. Мына жерде мемлекеттік орган деген жерге видеодағы көрсетілген қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі деген органды таңдаймыз. Қаржы деп қана қысқаша жазсаңыздар, осы жерден сразу шығады бірінші болып. Міне, қаржы. Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі республикалық мемлекеттік мекемесі деп тұр. Осыны таңдайсыздар қазақша. Одан кейін сипаттама. Мысалы түрде мен бұл жерде сипаттамада жазып отырмын. Кредитінің пайызын азайтуын сұраймын деп сипаттамада қысқаша түсініктеме қылып жазуыңыз керек міндетті түрде. Мен сіздерге түсінікті болу үшін кредитінің пайызын алып тастауды өтінемін деп жазған болатын. Одан соң арызыңыз нақты дұрыс жіберу үшін осы видеоны 2-3 қайтара көруді ұсынамын. Себебі қаншалықты дұрыс және нақты толтыратын болсаңыз, соншалықты жауаптары оң болады деген ойдамын. Одан соң қолдан жазылған арызды да ұмытпаңыздар. Қолдан арыз бөлек жазылады, яғни ақпаратқа аты жөніңізді және кредитор деген жерге қандай банктерден кредит алғаныңызды көрсетесіз. 4-5 банк болса 4-5-еуінде жазатын боласыздар. Одан соң аты жөніңіз, телефон нөмірі, қай жерде тұратыныңызды жазасыздар. Одан кейін ортасына арыз деп қойып, барлық сипаттаманы және де нені сұрайтындарыңызды, не үшін төлемегендеріңізді барлығын жазатын боласыздар. Негізі бұл заңда айтып жатқандай доход 1 жылға дейін, 2 жылға дейін болмау керек деген айтылған екен, бірақ сарапшылар ондай доходты тексермеуге және де көп заңдағы қайшы тұстардың барлығын, жаңағы жеке азаматтардың құқығын таптайтын белгілемелердің барлығын алып тастауды ұйғаруда. Яғни көп қағаз жинау ол жерде болмайды. Тек қана бір осы ЕГОВ арқылы берілетін болады өтінішіміз. Ешқандай жерге барудың қажеті жоқ. Тек ЕГОВ приложениясын телефоныңызға орнатып, жақсылап осылай толтырып жіберсеңіздер болғаны. Видеодағыдай арызды салғаннан кейін подписание услуг дейді, жаңағыда қолыңызды қойып, 4 таңбалы санды қойып жіберетін боласыздар өтінішті. Одан соң өтінішіңізді міне көрсеңіздер болады. Менің өтініштерім деген батырмада сіздің өтініштеріңіз осылай жіберілетін болады. Өтініш уақыты, қаралу мерзімі өтініш қабылданғаннан кейін сразу шығып тұратын болады. Яғни қай уақытқа дейін қаралады, кімнің қаралуында, қандай специалисттің қаралуында екені барлығы толықтай жазылып тұратын болады. Ақпарат пайдалы болды деген ниеттемін. Каналға жазылып, лайк баса кетіңіздер.